Өмірге Қуаныш Шонбай онлайн университетінің ұстазы. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз өте қызық, қарыздан шығудың жолдары деген. Бүгін табысқа байланысты біздің қалтамызға артық ақша қалай келеді, соның техникалары, қарыздан, кредиттен құтылудың техникаларын айтатын боламын. Жалпы өмірден алған ащы, маған қымбатқа түскен сабақтармен бөлісетін боламын. Бұл сабақ кейде бізге іш пыстыралық болып келеді, өйткені қаржылық сауаттылығымыз кейде жетпей жатады. Сондықтан да бүгінгі сабағымыз бір 40-45 минут уақытыңызды алады, бір жақсы настроймен, Назарик ханымның медитациясынан кейін бұл сабақты көріп отырсыз деген үміттемін. Сіз біздесіп, қарызымыздан құтылып, табысымызды көбейтіп, жалпы қуаныш пен бақытқа толы керемет өмірге қадам басуымыз керек. Бүгінгі сабаққа қош келдіңіз. Бүгінгі тақырыбымыз әрине қарызға байланысты, ақшаға байланысты. Бұл қаржылай сауаттылық, финансовый грамотность деп атаймыз ғой. Бұл тақырыпты біз қозғауымыз керек, өйткені қанша жерден медитация, аффирмация, ой тазалау деген әңгімені айтқанмен де өмірде жасалатын кейбір бұл қаржылай әрекеттеріміз болу керек. Ол әрекеттеріміз дұрыс болған кезде біздің қаржылай бостандығымыз болады, әрекеттеріміз дұрыс болмаған кезде қаржылай кішкене біз қиналып жатамыз. Бұхар жыраудың керемет сөзі бар, шүлдірлеген қызыл тілінен не пайда, егер алдында айдаған малың болмаса деген. Біздің философия көп айтамыз да, қалтамызда ақша болмай жатады. Арнайы бүгін бүркіттің суреті бар футболканы киіп келдім, себебі бүркіт нағыз өзі еркін құс, ішінен бостандыққа жақын, бостандықтың символы құс. Сондықтан да қаржылық бостандықты біз айтып отқан кезде, мен ойлаймын, бұл табысқа байланысты, бұл ақшаны үнемдеуге байланысты қаржылай сауаттылық мәселелерін біз білуіміз керек. Бұл тек қана рухани жаңғыру арқылы болмайды. Қаржылай, ақшалай тәуелсіз болмаған адам бұл өмірде біреуге тәуелсізбін деп айта алмайды. Ол қонаққа барса да бір кішкене ұят болып жүреді, қарыз алған адамның көзінше де ұят болып жүреді, кредит звондайды деген сияқты. Сондықтан да бүгінгі сабағымыз Алла бұйыртса, дұрыстап тыңдаған, дұрыстап оқыған адам болатын болса, иншалла бұл қарыздардан құтылып, өздерінің кішкене ақшалай кіріс табысқа байланысты қайта бір пікірі пайда болады. Сондықтан да бүгінгі сабағымызға қош келдіңіз. Сабағымызды бастайық. Жалпы, финанс тілінде айтқан кезде, өзім кәсіпкер болғаннан кейін оны білеміз. Адамда өзі банкке барсаңыз, айтады, сіз қай отделсыз дейді. Юридический отдел ма, физический деп сұрайды. Оны бізде заңды тұлға, жеке тұлға дейді. Орысша жаза берейік, түсінікті болу үшін. Бізде юрлицо, бұлар ТОО, АО, не бар бізде, ИП, оларда физлицо. Болмаса бізде юрлицо. Бұлар бізде или физлицо деген бар, орысша. Бұлар Айгүл, Асқар, Ин, сондай адамдар. Егер де дейді, юрлицо сатылмаса, саудасы дұрыс болмаса, бұл банкрот болады. Юрлицо сатылмаса, мысалы үшін компания сатылмаса, сата алмаса, бұл банкрот болады. Ал бірақ адам сата алмаса, бұл кедей болады. Бұл формула. Түсіндірейін, бұл неге екен? Түсіндірейін. Табыс деген не ол? Пайда деген не ол? Айталық, біздің қалтамыздағы ақшамыз, табыс. Бұл кіріс минус шығыс. Өте логичный, өте қарапайым, түсінуге өте оңай. Кіріс деген не ол? Бұл біздің қалтамызға кіріп жатқан ақша. Кіріс бұл жерге өз 2-3 варианттан келеді. Біріншісі бұл айлық. Айлық. Білесіздер, сен қанша жерден компанияның хозяйны болсаң да, сен негізі айлық аласың, одан кейін барып дивиденд аласың. Біздің көп адамнан қателесетін нәрсесі бұл компанияның кассасы мен өзінің қалтасында ақшаны шатасып кетуі. Өте сондай қауіпті нәрсе. Одан бірінші айлық, сен кіріс көзің. Кәсіпкер болсаң да, жай адам болсаң да. Айлығың болмаса, бұл жерде қосымша
қосымша табыс. Бұл да жаңағы сетевой бизнес жасап жатады кейбір адамдар, болмаса бір кейбір нәрселерді алып сатады, таксовать ету мүмкін, қосымша бар, білмеймін, бір жерге барып, жаңағы неде апта соңы барып, стройкада жұмыс істеу мүмкін, ол қатты нәрсе өзгертпейді. Бұл қосымша табыс. Бұған байланысты менің арнайы вебинарым бар, төменде сілтемесі бар. Соны қарасаңыз, бір жарым 2 сағаттық вебинар, сөзге қосымша табыс туралы сөзден қарасаңыз болады. Қосымша табыс. Мына жерде басқа болуы мүмкін, мысалы үшін бұл пассивный доход. Пассив. Бұл аренда, депозит. Енді бұл біздің көбімізге особо так. Біз аренда бермесек, аренда алмаймыз ғой енді. Но бірақ осында варианттар бар. Осының бәрін қосқан кезде бізде кіріс пайда болады. Кіріс, қайттан айтылам, мынақты минус неде шығыс. Шығыс деген бұл шығындарымыз. Бұл жерде енді жаңағы біздің үйге аренда, это ком услуга, одан кейін киім-кешек, тамақ. Бұл адамның енді психотипіне байланысты, кейбір адамдар үнемдеу арқылы ақша табады, кейбір адамдар жаңағы кірісін көбейту арқылы. Түсіндірейін. Сен үнемдеген бір теңгең, сенің қалтаңа қалған пайдаң екенін түсіндірейін. Айталық, сіздің неяқтағы мысалы пайда, табысыңыз, мысалы айталық, сіздің айлығыңыз болсын 170 000 теңге, а сіздің шығыныңыз болды 169 000 теңге. Бірақ сіз неяқтақ пайдаңыз, сіздің табысыңыз болды 1000 теңге, 1000 теңге. 1000 теңге 170 000 минус 169 000. Мынау кіріс, мынау шығыс. Енді қараңыз, егер сіз үнемдеу арқылы 169 000 теңге емес 140 000 теңге қылсаңыз, үнемдеу арқылы. Дұрыс үнемдеп. Ол кезде сізде мына жерде автоматом 29 000 теңгеңіз үнемделген. Бұл қараңыз, 170 000-ды 140 000 алса 30 000 болады ғой. Сіздің үнемделген 29 000 теңгеңіз автомат түрде сіздің прибиліңіз болады. Сондықтан үнемделген 1 теңге бұл қалтаға түскен пайда. Сондықтан да бұл тақырып туралы да бас қатырып ойлану керек. Бұл жалпы, қараңызшы, жалпы, егер адам семіз болса, ауру, семіз. Бұл адамды емделу үшін, семіздігінен құтылу үшін оған диета керек. Және де өте үлкен бір дисциплина керек. Адам егер ауру болатын болса, айталық, жүрегіне операция істеді, бұл адам темекі шегеді, арақ ішеді. Енді жүрегінің операциясынан пайда болу үшін ол ішпеу керек, шекпеу керек. Ішсе, шексе өледі. Бұл дисциплина қажет етеді. Кез келген өміріміздегі біз қаламайтын нәрседен құтылу үшін бұл өте үлкен дисциплина керек. Дисциплина деген жалпы не ол? Біз айттық қой, жалқаулық деген жоқ. Жалқаулық деген бұл мидың мағынасыз нәрселерге қарсы реакциясы. Ал дисциплина деген не ол? Дисциплина деген сенің жасап жатқан әрекетіңе деген сенімділігің. Сенің жасап жатқан әрекетіңе сенімділігің. Мысалы үшін, кейбір адамдар біздің сабағымызды өтірік көреді. Кейбір адамдар сабақ уақытта шығатын кезде көреді. Кейбір адамдар тапсырманы орындайды, кейбір адамдар тапсырманы орындамайды. Кейбір адамдар медитацияны жасайды, кейбір адамдар жасамайды. Неге? Себебі осы сабақ маған пайда береді, осы курстың арқасында мен жақсы боламау деген деп сенген адамдар жасайды. Неге? Өйткені сеніп тұр. Ал сенбеген адамдар жасамайды. Сондықтан дисциплина дегеніміз бұл жасап жатқан әрекетінің нәтиже беретініне сену. Түсіндіңіз ғой? Сондықтан мұнаяқтағы экономияға байланысты нәрсе, сіз егер не үшін жасап жатқаныңызды, мақсатыңыз не, бұл экономия жасағандағыңызды, оны дұрыс түсінбесеңіз, сізге дисциплина болу қиын. Сондықтан бізде екі вариант бар. Біреуі табысты болудың екі варианты бар. Қалтамызда бізде проблема қандай? Қалтамызда лишний ақша жоқ қой. Көлік алайық десек лишний ақша жоқ, тойға билейік десек лишний ақша жоқ, перде естейік десек артық ақша жоқ, ремонт жасайық десек артық ақша жоқ. Мынау артық ақша, табыс, қайттан айтылайын. Бізде екі вариант бар. Табысты көтерудің екі варианты бар. Кірісті көтеру немесе нақты минус шығын.
немесе шығынды түсіру. Екеуі де сізге пайда алып келеді. Неде мысалы үшін 170 мың емес, неде айталық, сізде болса 30 мың теңге болу үшін, сізде жақта болса 190, мысалы үшін 29 мың теңге қосылса, 196 мың теңге болса, тура 30 мың теңге пайда түседі. Сізге екі вариант бар. Жасап жатқан жұмысыңызға қазір кірісіңіз сіздің 170 мың теңге болуы мүмкін. Егер де сіз тағы да 29 мың теңгені қосымша таксовать ету арқылы тапсаңыз, бәрібір қалтаңызда қалатын ақша 30 мың теңге. Егер сіз оны 169 мыңның шығыныңызды азайтсаңыз, бәрібір қалатын ақша 30 мың теңге. Негізі по-хорошему екеуін де істеу керек та. Шығынды, кірісті көтеріп, шығынды азайту. Енді бәлкі де біздің Назерке ханымдар, біздің көмекші қыздар, менеджерлер сіздерге төменде қаржылық трекер дейді ғой, финансты қалай басқаруға байланысты Android пен iPhone-ға арналған тегін приложенияларды беретін болады. Ол жерде қарайсыз, ыңғайлысын таңдап алыңыз. Сіз ақшаңыздың қай жаққа кетіп жатқанын білуіңіз керек. Бұл тақырып өкінішке орай сәл іш пыстыратын тақырып. Бұл тақырыпқа көп адам бар ғой, қызықпайды. Себебі түсінбейді ғой. Қараңызшы, сіз қазір футбол көріп отырсыз. Футбол түсінбейсіз. Футбол көріп отқан кезде қасыңыздағы айталық күйеуіңіз немесе танысыңыз, мысалы ер кісі болса, бір айталық балет болып отыр. Сіз егер түсінбесеңіз, телевизор не болып отқан сізге қызық емес, каналды ауыстыршы деп айтасыз. Егер бірақ сіз футболды біліп жатсаңыз, неде Месси бар, Рональдо ойнап отыр, тактика Гвардиоланың несі мынандай болып отыр, оң жақтан фланг атака мықты болып, ана сөйде жақсы екен, жаман екен білсеңіз, сізге ол ойын қызық болады. Сіз каналды ауыстыршы деп айтпайсыз. Сол сияқты сіз егер көбіңіз біздің проблемаңыз шығыс пен кіріске байланысты, табысқа байланысты, сізге түсінігіңіз болмағаннан кейін, бұл тақырып сізге қызық емес болып тұр. Егер сізге түсінігіңіз болған кезде, білген кезде автоматты түрде қызық болатын еді. Егер осы айтқандарымызды істесеңіз, саяхатыңызда болады. Қазақстанда 80% адам шетелге шықпаған. 80% адам шетелге шықпаған. Бұл өте үлкен ашты статистика. Бұл неге? Ақшасының жоқтығына. Біз психологияға байланысты көптеген еңбектер жасап жатырмыз. Жалпы Шомбай онлайн университетіндегі арнайы бір жылдық курс болсын, қазір сіздерге беріп жатқан тегін вебинар болсын, бұл сізге рухани, интеллектуалды және де техникалық сіздерге білім беретін жағдай. Сондықтан да бірінші нәрсе бұл кірісті көтеріп, шығынды азайту. Бұл жерде өте маңызды нәрсе. Бұл енді мынаны ойлайтын кезде бізде көп проблемамыз қарыз. Қарыз миымызды жейді, біздің қарыз мазалайды, бізге особо қызық емес. Сондықтан да кейбір кезде біз көп ұмытып кете береміз. Сондықтан да мен сізге бір техника берейін, сонан қарызыңызды не қыласыз. Айталық, сіздің жалпы қарызыңыз 1 миллион теңгеден қарыз, Қарыз десең миың кішкене қатты жұмыс істемейді, еске алғым келмейді. Сондықтан бізге миллион теңге қарыздан құтылу үшін біз 1 миллион теңге табыс болу керек екенін ұмытыңызшы. 1 миллион теңге бізге табыс керек. 1 миллион теңге қарыздан құтылу емес, 1 миллион теңге табыс керек деген немен жүрсеңіз, оймен жүрсеңіз, мынау біздің айтып жатқан жұмыстарымыз әлде қайда оңай болады. Енді қараңыз, табысқа байланысты. Қарыздан құтылудың екі жолы бар. Бұл сізге ақшаның көп болуы қалтада. Енді қараңыз, бұл қалай болады? Сізге ақша, егер қызметкер болатын болсаңыз, 3 вариантпен келеді. Біріншісі қосымша табыс. Бұл айлыққа байланысты. Біріншісі вариант қазіргі сіздің жұмысыңызды сатып алып отқан адам, тобы сізге жұмыс беретін адам, қазіргі мен клиент деп айтамын оны. Қазіргі клиентке тағы да сату. Өзіңіздің уақытыңыз бен энергияңызды. Например, мұғалім болып жүрсеңіз, охранник болу, например, Мысалы үшін сіз мұғалім болсаңыз, ол көбірек сағат алу, болмаса бір жұмыс істеп жатсаңыз, 2 адам жұмысын орындау. То есть сізге тағы да қосымша ставка жұмысқа кіру сияқты ғой. Бұл бір вариант. Сонда айлығыңыз көбейеді, уақытыңыз кетеді, бірақ ақша көбейеді. Біздің тақырып ақша болғаннан кейін біз ақшаға қарап әңгіме айтып жатырмыз. Екінші нәрсе, қазіргі клиентке
қымбатырақ сату. Қымбатырақ сату бұл айлығыңды көтеру деген сөз. Бұл жерде енді оңай нәрсе емес. Бұған байланысты біздің Шомбалған университетінің 1 жылдық курсында да біз арнайы 1 ай бойы сабағымыз бар қосымша. Бұл көп адамдар нәтижеге байланысты ойланады, кейбір адамдар неге процеске байланысты ойланады деген сияқты. Бәлки де біз осы курс аясында да бір қосымша сабақ беріп кетеміз, иә? Оны кейін болады, ол қазір емес. Одан кейінгі нәрсе сізге жаңа клиент іздеу. Жаңа клиент іздеу. Бұл не деген сөз? Бұл басқа жұмыс іздеу. Все. Бізге айлыққа байланысты бұдан артық табыс болмайды. Или ұрлау бар, взятка бар, енді ол біздің тақырып емес, сондықтан айта алмаймыз сізге. Енді тағы да бір басқа методика, бұл біздің қосымша кіріс жасау. Бұл енді тек қана өзіңді басқа қырынан сата алу. Білмеймін, парикмахер шығарсын қосымша, массаж істей аласың, бадетский массаж бар, таксовать ету бар. Бұл өте маңызды нәрсе. Бұл былайша айтқан кезде уақыт плюс энергия плюс қабілетті сату. Бұл сату деген не ол? Ұсыну, презентация өте үлкен өнер. Сондықтан да астында тағы да айтамын, вебинар бар. Сол вебинарға өтіп, тегін вебинар. Бұл табысты қалай арттырудың 5 құралы деген, соны қарап шықсаңыз болады. Қосымша. Бұл менен сіздерге подарок. Қосымша сауда, қосымша ақша, енді сіздің өкінішіңізге орай, өткен көп адамдар бұны не қылмайды, жасағысы келмейді. Бұл сату. Басқа вариант жоқ. Біздің өмірімізге қараңызшы, мысал үшін. Айталық адамсыз. Шомбалған университетінде де көп айтқанбыз біз 1 жылдық курсында. Мына адамның өмірінде айталық ақша жоқ. Ақша болудың 2 жолы бар. Бірінші жолы қарыз. Сіздерге айтақ қарыздан құтылу үшін келдіңіз ғой. Қазір айтам, менің қалтамда 10 мың теңге жоқ, 10 мың теңге болудың 2 варианты бар. Біріншісі бұл қарыз. Бірге звондап қарыз сұраймын. Екінші вариант бар. Бір нәрсе сатам мен. Или сағатымды сатам, болмаса барып консультация берем, болмаса барып мен машасын жуып берем, уақытымды бір етем сатам. Басқа вариант жоқ. Или қарыз алам, или қарыз деген ақша саған келді, бірақ сен түк көрген жоқсың. Бұл жерде сен сату. Учитывая, что қарызды қайтару керек, сізге қосымша ақша келудің бір жолы бар, ол сатуды үйрену. Сіз массажист болсаңыз да, сіз дұрыс өзіңізді сата алмасаңыз, өзіңізді ұсына алмасаңыз, бұл сіз массажист болғаныңыздан пайда аз. Уақыт, энергия, қабілет үшеуін қосып сата алу керек. Вебинар сізге тағы да айтам, маңызды нәрсе. Енді қараңыз. Бұл табысты көтеруге байланысты. Бұл жерде қосымша айтармыз, бірақ бұл стратегия. Енді кредитке байланысты бір айтайын. Қазір мына жерден сізге статистика шығады. Қазақстанда орталама бір адам 900 мың теңге среднем банктерге қарыз. Орталама. Бұл орталама, бұл потребительский кредит дейді, бұл залог емес. Телефон алсаңыз да, киім алсаңыз, телевизор алсаңыз да, бұл среднем 900 мың теңге. Бұны біз среднем деп қоямыз, бірақ бұл бүкіл берілген қарыздардың, кредиттердің адамның басына шаққандағы суммасы. Ішінде бұның кредит алмаған адамдар да бар. Бұның ішінде. Сондықтан да мен ойлаймын, среднем бізде 3 миллион теңгедей қарызымыз бар. Алматыда бұл әлдеқайда көп. Жалпы қарыздардың структурасын қарайтын болсақ, бұл 3-тен 2-сі, то есть 66%, бұл потребительский кредит. Банкте бар, без залога боласыз ғой, сол кредит, телефонға, анаған. Екінші кредиттердің массасы бұл ипотека. Одан кейін клиенттердің массасы, ақшаның массасы бұл автокөліктер кредиттер. Енді қараңыз, бұл кредиттерді қалай құтылу? Өте үлкен, өте қиын. Адамның басы средний бізде 2-2 кредит бар екен. Бұл кредит алмаған адамдар бірге қосқан кезде, средний бізде 3-4 кредит бар басымызда. Енді айтып берек, мен бұны аққала техникасы деп айтайын. Бұл өте маңызды нәрсе. Айталық, қосымша табыс таптыңыз, бұны қалай қарызыңыздан құтылу үшін қолданасыз. Қараңыз.
Мен қазір біздің бір студентіміз бар, сол оқушымыз сол кісіден реальный финансовый жағдайын қарап айтып отырмын қарыздарына байланысты. Так, ең үлкен қарызы айына төлейтін бұл ипотека. Не үшін аққала деп аталады? Аққала қалай болады өзі? Аққала үлкен, одан кейін орташа, одан кішкентай, одан кейін кішкентай болады, иә? Осы аққала деген. Үшеу, төртеу, менде төртеу, например. Ол үшеу болуы мүмкін. Біреуді қанша бір не кредит қой үшін. Но ипотека ең үлкен. Или там сондай қарыз үйге. Мынау машина, көлікке. Бұлар там неге? Мысалы үшін ана кісінің жағдайында, мысалы үшін андай болған. 45 мың теңге, айына 45 мың теңге, 45 мың теңге бұл ипотека төлейді. Бұл ипотека онандай арендное жилье 5 жылға. Автокөлік негізі болған екен алдында 50 мың теңге. 50 мың теңге азайған болатын. Қазір бұда 50 мың теңге болған, азайтқан 15 мың теңге, 3 жылға. Одан кейін iPhone алған 2 жылға 20 мың теңге. Неғып мынаны мен астына істеп өткен сұрау үлкен. 20 мың теңге 2 жылға. И iWatch алған 17 мың 500 теңге 1 жылға. Бұл аққала деген сөз. То есть адамның басында кредит, қарыз болып жатады ғой. Өте қиын. Біз кішкене структураны алуымыз керек те, білуіміз керек. Конкретно қандай ақша. Біз егер миымызға түсіндірсек, что қазір жасап отқан 5 мың теңгеміз, 10 мың теңгеміз, ол бізге негізі 5-10 мың теңге рөл ойнамайды ғой. Мысалы үшін айтақ, қазір айлығыңа, айтақ, сен таксовать 20 мың теңге тап десең, бәрі күледі сізге. Мысалы үшін қарасаң, вроде бы ақша емес. Бірақ, мысалы үшін айтақ, бірге репетитор бол 20 мың теңге. Қосымша бір саудамен айналыс, Инстаграмда 20 мың теңге, 30 мың теңге тап, күлу мүмкін. Бірақ, мынау модельді қарасаңыз, айталық, мынау кісі, жатталыңыз ғой, суретін өке қойып қойсақ болады. Бұл кісіде андай сағат бір деп айтатпын, телефон 2, көлік 3, әрине ипотека. Төртіншісі. Бұл техникада әр теңге маңызды. Мысалы айталық. Мына жерде 17.500 теңге кредит төлеп жатыр 1 жыл бойы. 1 жыл бойы. Өте ұзақ срок. Мысалы үшін қарап көріңіз, айына аптасына сіз 5 мың теңге табыңызшы қосымша 5 мың теңге аптасына. 20 мың теңге болады. Мына жерде қалай рөл ойнайтынын қарайық. Бірақ мен мынау кісінің айлығы енді 350 мыңдай, өйткені мынаншама кредит бергенде қарағанда банк уже өлшеп қойған ғой. Онда сіз ақшаңыз бар да, біз қосымша табыс туралы айтып жатырмыз. 20 мың теңге сізге табыс түссін. Бұл Алматыда оңай, Алматыда 30-40 мың, 50 мың табуға болады, бірақ мен ауылды жерден, немесе Тараз сияқты бір кішігірім жерлерден сауда жасап жатырмын. 5 мың теңге аптасына сізге. Бұл 20 мың теңге айына болады. 20 мың теңгені алайық, 20 мың теңге. Мына 1 жыл төлеу керек еді. 1 жыл төлеу керек еді. Плюс 20 мың теңге маған қосып төлейді. 17.500 теңге. Бұл ақша енді кредит алғанына қарағанда бар ғой. Бұған қосымша 20 мың теңге қосылады. 20 мың теңге төлеп біткеннен кейін, 20 мың теңге болғаннан кейін, мына 1 жылға болатын болса, 17.500 қосатын болса, бұл уже 5 айда құтылады. 1 жылда емес, 5 айда құтылады ақшаны. Солай ғой. Не үшін? Өйткені 17.500 теңгеге плюс 20 мың теңге ақшаны толық жабады. Енді бұл уже 12 айда емес, 5 айда құтылады. Алла қаласа. Енді мына жерде бұл жаңа өзінің ақшасын төлеп жатқан, бұл 20 мың теңге 2 жылға төлеп жатқан, мына жерде не төлеп жатқан? Там қанша еді? 15 мың 3 жылға, 45 мың 5 жылға. Енді келесі жолы сізде мынандай картина болады. Мынау 5 айдан кейін, бүгін айталық, бүгін мысал үшін айталық қазір, мысал үшін айтайық, 6 ай. Мысал үшін 6 ай. Біздің 6 айымыз. 6 ай 19 жылы. Мысал үшін. Может, август болып қалуы мүмкін, қай уақытта қарап жатқаныңызға байланысты. 6 айда бүгіннен бастап бұл кісі солай жұмыс істей бастады. 5 айдан кейін 11 ноябрь күні бұл кісі негізі бүйтіп қиналып жүру керек еді, как минимум 1-2 жыл. Бірақ осы біздің университетте келді, сабақты көрді, бұл техниканы үйренді.
5 айдан кейін ноябрьде, уже ноябрьде бұл кісі не болады, қараңыз. Ноябрьде уже келесі айда мынау қарыз бітеді, жабылады. Бұл қарыз уже кетті. Былайша кезде. Болды, жауып тастады бұл қарыз. Мен мұны өшіремін, да, 0. Все, кетті. Енді 5 айдан кейін мынау 0 теңге болды уже. Ноябрьдің 11-нен бастап, 11 ноябрьден бастап бұл 0 теңге. Енді біздікілер не істейді? Проблема сол, то что алдында төлеп жүрген ақшаны басқа кредит алып, немесе бос ақша құсап жаратып жібереді. Олай емес. Енді қараңыз, бұл кісі басында не қалды мына жерде? 17.500 теңге маған төлеп жүрген, плюс 20.000 теңге тағы қосады. Ойлаңызшы, 2 жыл ет мынаны төлегеннен кейін ол уже 1 жылға автоматтан қысқарды, потому что 2 есе көп төлеп жатыр. Плюс 17.500 теңге примерно мына кісі тоже 6 айдың ішінде уже құтылады. Енді айталық 11 күні бұған 6 айды қосыңыз. 20 жылдың 5 айында 20 жылдың 5 ай 20 жылы уже мынау қарызда телефонның кредиті де құтылады. Мынау кетеді. Ал алдында қалай еді? Ол 1 жыл бойы тек қана сағаттың қарызын төлеу керек еді. Уже бұл 1 жыл өткеннен кейін бұл же телефонның қарызынан құтылды. Солай ғой. Все, екінші кредитіміз салам алейкум болды, бітті. Енді болды 6 июнь. 6 ай 20 жылы. Не болды? Мынаяқта 3 жыл еді машинамыз біздің. Бұған мынаяқтағы 20.000 плюс мынаяқтағы. Плюс қосымша 20.000 теңге. Плюс сағатқа төлеп жүрген 17.500 теңге кетті. Не болды? Мынау мен сізге айтып берейін. 3 жыл төлеу керек болса, мынаны төлесе, екеуін төлесе примерно, мынаны төлесе уже 1,5 жыл. Уже 1 жыл өтіп кетті еще. 2 жыл қалды. Қараңыз, 2 жыл қалды. Мынаны төлесе уже 1 жыл төлейді. 15.000 одни к одному. В общем, 4 айдан кейін примерно 5 айдан кейін уже мынау несі 5 ай деп айтайықшы, среднем 5 ай. 5 июнь болса, 10 ай 20 жылы қараңыз, машина бітті, құтылды уже. Әдемі ма? Құтылды. Бұны сложный процент дейді. Бұны көп адам түсінбейді да, анау 20.000 теңгені бағаламайды, бірақ қарап отырсаң өте үлкен сиқыр да бұл. Бұны енді көп бізден басқа ешкім айтпайды сіздерге. Өзің қарап жүріңіздер. Мына 5 жыл 20 жылы 10 айда уже мынау бітті. Бітті біз, төлеп тастадық. Көзін қоташы бәлі, түз жаман екенбіз. Уже 20 жылы мына жерде уже 1 жыл қалған, 4 жыл қалған мына жерде. 1 жыл төленіп тастады ғой. Жоқ. 3,5 жыл қалды, мынаны 3,5 жылы қалды. Енді қараңыз. Бұл енді ипотека сені басқашалау, грубо солай. Мынаның 15.000 теңгесі машинаның, плюс айфонның 20.000 теңгесі, плюс 17.500 теңге нендікі, сағаттікі, плюс 20.000 теңге табыс. Не болды? Примерно 1 жылдан кейін, қараңыз. Примерно, грубо говоря, 1 жылдан кейін 0,5, примерно 0,20, 20 жылы, 21 жылы, сіз уже ипотекадан құтыласыз. Қараңыз. Вроде бы 20.000 теңгенің әңгімесі, бірақ осы айдан бастасаңыз, июньнен бастасаңыз, 1 жыл, 1,5 жылда Алла бұйыртса, телефоныңыздан да, ипотекаңыздан, ипотека бит 5 жыл болып тұр, кейбір адамдардікі 15 жыл ғой енді. Қысқартуға болады. Бүкіл нәрседен құтылуға болады. Бұны мен аққала техникасы деп айтам. Бұл методика үшін дисциплина маңызды және қосымша табыс керек. Сондықтан да айтайын деген нәрсем, біздің жасап жатқан жаттығуларымыз, медитациялық жаттығуларымыз бәрі керемет, бірақ сізге өте үлкен дисциплина керек. Бұл дисциплина кішкене ұят болады деген сөз бар. Тойға кетіп қалатын артық ақша, көрімдікке кетіп қалатын артық ақша өкінішке орай бізді аяғымызды тұсап жатыр. Шынымен бостандыққа барғымыз келетін болса, сәл 1,5-2 жылдай біз өзімізге ерік болуымыз керек. Одан кейін ойлаңызшы, ешқандай кредитің жоқ, елестетіңізші, ешқандай қарызыңыз жоқ.
қалаған нәрсеңізді жасай аласыз. Алғаш рет бала шағаңызбен бірге шетелге шығасыз. Менде бұндай кейстер өте көп. Сондықтан да біз төменде тағы да бір рет жүктеуге байланысты, неге байланысты бір чек-лист береміз. Ол чек-листті де алып алыңыз. Вебинар бар, соған қатысыңыз. Мынау берген жаттығуларды жасаңыз. Назарик ханымның да медитациялық жаттығуларды жасауды ұмытып кетпеңіз. Өйткені мынау нәрселердің бәрі үшін таза бас и сабыры бар, қуанышы бар жүрек керек. Сондықтан бүгінгі сабағымыз осымен тамам. Сәл қатты болып кетсе, сәл ауыр болып кетсе, уайымдамаңыз. Бұл сабақ әлі сізде бір ай бойы тұрады. Басынан бастап айналдырып, қайтадан көре берсеңіз болады. Сіздермен бірге болған, бар білгенін, білген түйгенін, көргенін, әйтеуір қиналғанын, мен өйткені бұл қарыздан 2-3 рет құтылғанмын, 2 рет банкроттан шыққанмын. Сондықтан бұны маған өмір үйретті. Өкінішке орай бұндай курстар менің кезімде болмады. Сондықтан да өмірден тәжірибе де сабағын алып сіздермен бірге бөліп жүрген ұстаздарыңыз Қуаныш Шонбай. Бүгін сабағымыз осымен тамам.